Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бауырсақтың ең жақсы шар сияқты үріліп пісетін, арасы ешқандай қуыс емес жұмсақ болып шығатын рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін, және де арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен үлкенде ыдысымызға жып-жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне тұз, қант, жұмыртқа, ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Видеоның астында описание бөлімінде қажетті заттардың тізімі мен мөлшерін міндетті түрде жазып кететін боламын, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Құрамындағы сүт ешқандай қатып қалған қағида емес, оның орнына майонез немесе қаймақты су араластыра отырып қосып жүрсеңіздер де болады. Қамырымыз осылай біріге бастағанда өсімдік майын құйып, тағы да 1-2 рет илеп, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Шамамен жарты сағаттай өткеннен кейін қамырымызды ашып, қолымызды кішкене сулап алып, шет-шетін ішіне қайтара отырып, тағы да илейміз. Бұл бауырсағымыз піскен кезде арасы біркелкі, жұмсақ болуына көмектеседі. Жарты сағат өткеннен кейін дәл осылай тағы да қайталайтын боламыз. Ішіне қарай қайтара отырып илеп, тағы да жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырды екіге бөліп, бірінші бөлігімен жұмыс жасаймыз. Оқтаудың көмегімен қатты қалыңдай емес, қатты жұқадай емес, орташа шамамен 1 сантиметрдей етіп жайып аламыз. Енді арнайы бауырсақ кесетін домалақ форма немесе үйдегі кез келген стаканның көмегімен осылай бауырсақтарымызды домалата кесіп аламыз. Осылай кесілген бауырсақтарымызды бірден мата дастарханымызға орналастырамыз. Бетін жауып 15 минут демалдырамыз. Бұл уақытта бауырсақтарымыз жақсылап көтерілетін болады. Осы уақытта табаға май құйып, газдың жоғарғы отында қыздырып аламыз. Майы жақсылап қызғаннан кейін бауырсақтарымызды ақырындап қуырып бастаймыз. Майымыз қанша көп болса, сонша жақсы бауырсақтарымыз біркелкі болып пісуі үшін. Енді шанышқының көмегімен екінші бетіне аудара отырып, екі жағы жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Біздің бауырсақтарымыз осылай пісіп шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Кез келген мерекелік дастархандарыңыздың сәнін келтіретініне сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұргүл. Ас болсын.